Құрметті көрермендер, той мәдениеті, ұлт мәдениеті. Міне осы мәселемен асабалар алаңы облысты тағда аралап жүрміз. Бүгін Құлан ауданындамыз. Мен қасымда осы асабалар алаңының Құлан ауданындағы жетекшісі Ермахан Сегізбаев ағамыз. Аға, бүгін мінекей сіздермен бірге біз той мәдениеті, ұлт мәдениетінің айнасы деген тақырыпты талқыладық аға. Осы бүгін мына жиын және тақырып туралы бір-екі ауыз ойыңызды қосып кетсеңіз. Дұрыс, Ринат Нұрки. Мына енді құрметті көрермендер, бүгін мінекей біздің мына Тұрар ауданында той мәдениеті, ұлт мәдениеті деген тақырыпта өте бір кереметті кездесу кеші болды. Бұл кешке біздің мінекей ақсақалдар алқасының төрағалары, аналар алқасының төрағалары, мына тойхана иелері бірталай көптеген асабалар келіп, жақсы бір сұхбат болды, өте тартысты әңгімелер болды. Осы тойдың елдің келіп кетуі, той дастарханы, той мәдениеті, тойдағы асабалардың өнері, айтылатын сөздері жайлы, ойындары жайлы көптеген тақырыптарда тойхананың иелерінің, мына адамдардың келіп кетуі көптеген нәрселер қозғалды. Өте жақсы тартысты әңгіме болды. Реке, сізге де рахмет, осындай келіп біздің ауданға келіп біраз сыр бөлісіп жатқаныңызға үлкен рахмет. Көп рахмет. Шынында да құрметті көрермендер, осы Құлан өңірінде көптеген бастамалар болып жатыр. Және бүгінде көптеген ұсыныстар айтылды. Біз оның барлығын ескереміз. Алдағы жалпы той өткізу, асабалардың жұмысын бір жинақтап, реттеп, бір ереже құрсақ деген түйінмен қайтып бара жатырмыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.